Мен мынандай төсекте өмір ұйықтап көрмеппін, деді көзді оттай жайнаған мосқалдау әйел. Қазақы төсек пе? Төсек ағаш, деп жауап берді шалқасынан жатқан жүдеу еркек. Өзі жайлы екен, қалай сонда? Түйе жүні 4 қабат, бие жалы 5 қабат болса солай болады да. Бұл не? Бұл төсек киіздер. Әйел астындағы төсеніштерді қолымен сипалап көрді де, сонда текемет сияқты ма? Жоқ, төсекке арналған. Тығыз, қалың. Қазақ мұны қасиет тұтады. Бисмилля, деді әйел төсектің екінші шетіне отырып. Өзінің бас-аяғын түгел өрнектеп тастапты ғой, төсектің деймін. Керемет. Мен өрнектеп тастадым. Ой, мен деппін ғой. Атам қазақтың өзі осылай өрнектеген. Қошқар мүйіз әдіппен. Мен жай ғана сол бабаларым мен аналарымның өрнегін қайталадым. Басы мен аяғы бірдей қайқайып тұрады екен. Соны түсінбеймін. Қызық тіпті. Сен бірінші мүшелдің қай жаста екенін білемісің? Білемін, 13-те. Дұрыс, сол 13 жастан бастап балаға арналған төсек ағашқа қос-қостан төсек киіздер салына бастайды. Бозбала аяқтанған кезде, аяқтанғаны несі? Келін түсірген кезде деген сөз. Сен журналистпін дедің ғой, білуің керек қой. Дұрыс айтасың, деп әйел ұялған қыздай болып төмен қарады. Сен сияқты көп білмеймін ғой. Еркек басын көтеріп шынтақтап отырды. Журналист болсаң біл, бәрін біз. Ол өзің үшін ғана емес, елің үшін, бүкіл болашақ үшін қажет деппін ғой, ол сенің парызың, деп әйелге сұқ саусағын кезеп алды да терең күрсініп жастығына сылқ ете түсті. Мынау керемет үйді жалғыз өзім салып алдым деп бөстің ғой, деді әйел еркекке қарай тізелей ұмтылып. Соның рас па? Жобасын да өзім жасағам. Жоқ, саған біреулер көмектесті ғой. Әрине, неге жалғыз өзім дейсің? Қаражат жағын айтқаным ғой, біліп қой. Бұл үй кірпіштен емес, шпалдан. Шпал? Иә, кәдімгі шойын жолдың төсеніш ағаштарынан. Білемін, деді әйел. Кірпіштен қаланғанын оңай шығар. Оңай дейсің-ау. Ең бірінші мәңгілік екенін айтпайсың ба? Бұзылмайды, мүжілмейді. Жер сілкінсе де мызғымайды. Әйел жап-жалпақ кең төсектің үстіне екпектеп келіп, еркектің бетіне үңілді. Неге үңілгенін өзі де білмейді. 30 жыл бойы көрмеген, қанша армандаса да қолы жетпеген ғашығының бет-жүзі мен дене сұлбасына бағана күн жарықта қайта-қайта анықтап қарап алды емес пе? Баяғыда тіп-тік, жап-жазық кең маңдайына түскен терең-терең әжімдер мен ағы сарғайып, кірпігі сирей бастаған аялы көздерінің астындағы салбыраңқы жалбыршақтарына тіпті шодырайып тұрған бас сүйегі мен пышақ жанығандай жақ сүйегіне дейін сәт сайын телміріп қарамап па еді. Сонда көңілі құлазыған. Не деп таңданды еркек? Сенің көзіңнен маған деген бір жылылық байқалады ма? Жақыннан барлап жатқаным ғой. Сен де айтасың-ау. Еркек әйелдің бетінен сипады. Сонсоң басын еңкейтіп маңдайын өпті. Сені сүйем деп қыр соңымнан қалмаушы ең. Ауылда қалыңдығым бар десем қоймайтынсың. Енді 50-ден асқанымызда. Иә, махаббат қой. Көркем сурет училищесінде 3 жыл бірге оқыдық. Ауылдағы ғашығың о дүниелік болып кеткен соң оқуыңды да бізді де тастап жоқ болдың. Қайда кетіп қалдың? Ауылыңа да тұрақтамапсың. Мен шаршадым, Ғайни, ұйықтайықшы. Жарықты өшірші, деді еркек іргеге қарай аунап түсіп. Ғайни жарықты өшірді. Ол да көрпесін айқара жамылып, діріл аралас деммен бір күрсінді де тым-тырыс күйінде жатып қалды. Түн ортасы ауып кеткен соң дем алғаным жөн болар деп ойлаған еркекке ұйқы тұрмақ. Оның аз ғана белгілері де білінген жоқ. Мына Ғайнидың аспаннан түскендей жетіп келгеніне алғашында қатты қуанғандай болып еді. Күнді батырып, түнді түсіріп төсекке жатқандарына кейінгі біраз уақыттан соң-ақ көңіл күй күрт төмендеп кеткен. Жастық шақтағы студенттерге ғана тән қызығы сәттерді еске алғандарының өзі қанша уақыттарын алды десеңші. Онда да тынбай көп сөйлеген Ғайнидың өзі бұл тек тыңдаушы, анда-санда қостаушы ретінде басын қайта-қайта изеп, жағын таянып, жымиып күлумен ғана отырды. Ғайнидың мұны Айбар деп шын атымен атағаны да құлағына тым тосын, жат естілгеніне өзі де таң-тамаша қалды-ау. Көп жылдардың бері мұны бұл маңайда ешкім өз есімімен атамайды ғой, бәрі ұста дейді. Тіпті көпшілігі мұның Айбар екендігін де ұмытып та қалған. Кейінгі жастар білмейді де ғой, бұл азан шақырып қойылған өз есімінің жоғалып бара жатқанын.
бірде-бір рет қиналып, намыстанып көрмепті. Өзі тумысынан өте намысшыл, қайсар, өткір бала болатын. Оқуын да жақсы оқыды. Кішкентай күнінен қағаз бетін шимайлап, сурет салуға, ермек саздарды умаждап, адам мен жан-жануарлар бейнелерін жасауға құштар болатын. Сөйтіп жүріп мектепте жүрген кезінде-ақ мүсіншілікке ыңғайы бар екендігін анықтап қалған. Мұның мектеп бітіргені кем Гоголь атындағы көркем сурет училищесінің талапкерлері 3 жылда бір-ақ рет қабылдайтын мүсіншілер бөліміне дер кезінде дөп келгеніне орай армандаған оқуына да оп-оңай түсіп кетті. Бір қызығы, мүсіншілер даярлайтын бөлім талапкерлерді тым аз қабылдайды екен. Бұлар 6 студент, араларындағы жалғызы осы Ғайни. Бұл да кейіннен мүсіншілік өнердің соңына түспей, өзінің жазуға ыңғайы болған соң университеттің журфагына сырттай оқып, журналист болып кетіпті. Күйеуге де тимеген, жігітпен де жүрмеген, себебін сұрап еді. Бүкіл ойым мен арманым сен болдың ғой. Бір күн болмаса да бір күні кездесіп қалармын, көңілін табармын деп үміттеніп жүріп көп жылымды өткізіп алдым. Сөйтіп жүріп кәрі қыз атандым. Ешбір адамға ғашық болмақ түгілі сәл ынтығу дегенді ұмыттым. Жалғыздыққа жаным да тәнім де үйреніп кеткен соң ешбір еркектің қажеті болмай қалды. Тіпті маңыма да жолатқым келмейді. Бірақ сөйтіп жүргенімде осыдан бір айдай бұрын сенің қиян шеттегі бір ауылда жалғыз өмір сүріп жатқаныңды естіп, тәуекелге бел буып жеткен бетім осы деп, ішінде іріп жатқан сыры мен мұңын лақ еткізіп бірақ төкті-ау бағана. Ғайнидың бұл сөзіне Айбар сенерін де сенбесін де білмей, екі қолын басына жастанып, төбеге тесіле қарап жатып алған. Біздің арамызда ешқандай сүйіспеншілік болған жоқ қой. Бұл не деген үзілмейтін үміт деп ойлады. Бағанадан бергі бір байғағаны Ғайни әлі қартая қоймапты. Сол баяғы аққұба жүзіне сәл-пәл рең тая бастағаны болмаса, әлі де жап-жас үлбір қалпында сақталған сияқты. Сүп-сүйкімді пісте мұрнының желбезегі сәт сайын желбірей қалатынында баяғыдай, әппақ тістерін зорға жасыруға жарайтын жұп-жұқа еріндерінің қызғыл қоңыр түсінен айнымайтын табиғи қасиеті де әлі жоғалмаған. Тек қана езуінің екі шетінен жіп-жіңішке нәзік әжімдер үрке шығыпты. Мұндай әжімдер дөп-дөңгелек тана көздерінің айналасында да атойлап тұрғандай. Қысқа қидырған қайратты қара шашында бір қылау жоқ. Жас кезінде түк боянбаушы еді. Әлі де бет-аузына боя жұқтырмайды екен деп ойлаған Айбардың жүрек соғысына әлдебір өзгерістер пайда бола бастағандай. Дене бітімінде де бір міні жоқ. Әдемі әйелдің осы уақытқа дейін еркек көрмей жүруі мүмкін бе деген әлдебір күмәнді сезімнің ояна бастағанын біліп, адамның таза табиғатын арам оймен бұлғаудың өзі үлкен күнә ғой деген тосқауыл түйін жасады да, егер мен осы әйелмен үйлене қалсам, марқұм махаббатыма берген сертімнен тайғандай боламын. Ал адам үшін әруақтың рухын алдаудан өткен күнә бар ма деп өзіне өзі тыйым жасап тастағандай болды. Алайда осы әйелдің сонау алыстан арнайы іздеп келгенін және жай ғана емес, бұған жар боламын ғой деп үлкен үмітпен келгенін анық біліп алған соң көңілі де күлкілдей беретін сияқты. Бірімен бірі арбалысқан кереғар ойлардың азабынан әбден шаршаған Айбар таң құлан ектен ата бастағанда ғана мынандай байламға келді. Бұл әйелмен ешқашан бас қоспаймын. Мен оған осыдан 30 жыл бұрын дүниеге аттанып кеткен бақытты гүлімнің қайтып оралғанын көрсетем, көрсін, үмітін үзсін. Ғайни оянғанда күн көтеріліп кеткен екен. Қалың ұйқы арасында жатқан Айбардың сұрғылт жүзіне, түңіліңкі қабағына біраз уақыт қарап жатты да орнынан тұрып дыбыссыз киіне бастады. Айбарды оятып алмайын дегені. Кеше айтып отырды ғой, осы ауылдың ғана емес, бүкіл аудан көлеміндегі ең танымал ұста болғандықтан үй салатындардан бастап арба шана жасататындар, тіпті сыйлы қонаққа ас тартатын, ағаш табақ пен астау ойдыратындар, қазақ оюымен өрнектелген кебеже сандық төсектерді тәуір көретіндер де күн сайын осыған тапсырыс беру үшін келіп жатады екен. Ешбір адамның көңілін қалдырмайын деп, қолмен келгенше жайнатып жасап беру үшін түнгі ұйқыдан басқа уақытының бәрі ағашшылықтан өтетін көрінеді. Сол тынбай еңбектенудің арқасында Айбар осы ауылдағы ең дәулетті адамдардың қатарында болса керек. Үйі кірсе шыққысыз, су мен жылу жүйесі, ваннасы мен әжетханасы да ішінде, мініп жүрген көлігі де қымбат.
Айбар оянғанша таза ауа жұтып жүре тұрайын деп есік алдына шығып еді. Басы бураның басындай жуан мойынды, сарала төбет табалдырыққа табынғандай боп қарсы қарап жатыр екен. Иегін алдыңғы екі аяғының үстіне тастай салып манаурағандай болып жатқан төбет тұрған екенсің ғой дегендей қызғылт көздерін ашып-жұмып үнсіз сәлемдескендей болды. Бұл иттің аты Арыстан, өзі әбден қартайыпты, 17 жаста дейді. Кеше тапшанда шай ішіп отырғанда Айбар өзінің осы итін жер-көкке сыйғызбай мақтады дейсің. Оның айтуынша күш жағынан да естілік жағынан да бұған жететін ит жоқ көрінеді. Ешқашан байлау көрмей еркін жүріп үйренген ит біреуді қаппақ түгілі орынсыз үрмейді деген. Атақтанға бүкіл елге тарап кеткен бұл иттің беделділігі сонша Айбардың жақын достары қол беріп амандасады. Арыстан да алдыңғы оң аяғын соза қояды. Сезімталдығы соншалық қай адамның қандай пиғылмен келгеніне дейін біліп тұрады дейді. Кеше мәдениет үйінің меңгерушісі өзін ертіп келгенде бос жатқан дәу итті көріп бұл шошып қалып еді. Мұрат деген әлгі жігіт, қорықпаңыз, бұл Арыстан жақсыны да жаманды да таниды деді де төбетке жақындап барып сәлем деп оң қолын созып еді. Ол да орнынан көренеу көтеріліп оң аяғын ұсынды. Осы көрініске таң қалып тұрса, әлдеқандай мысықтың мяу деген дауыс естілгендей болды. Сөйтсе қап-қара жып-жылтыр биік машинаның үстінде ақ бауыр қара мысық шуақтап жатыр екен. Оның да екі көзі бұларда. Дыбыс бергені амандасқаны болу керек. Қонақ келгенде мелшиіп жата бергенім дұрыс болмас дегендей. Ол да машинадан қарғып түсіп, Арыстанның қасына келіп, шошайып отырып қалды. Бұл кісінің аты Қарлығаш деп таныстырды Мұрат. Осы көргендерінің бәрі әйелдің жүрегіне бұрын сезініп көрмеген ерекше бір жылы нұрын төгіп, сапарының сәтті болатынын білдіргендей болды. Жақсылыққа ырымдады. Есіктің ашылғанын сезініп артына қараса Айбар екен. Қалайсың, Ғайни? Арыстанмен әңгімелесіп тұрсың ба? Иә, не дейді? Айбар неге тұрмайды, шаршатып тастағансың ба дейді. Сен не дедің? Иең маубас екен дедім. Дұрыс айтыпсың деп Айбар қарқылдап күлді де, жүр, үйге кіріп жуынып шайынайық, кофе ішейік. Мен сенің оразаңды европалықтарша аштырайын деді. Осы Айбар жас кезінде де осындай ма еді? Ауыл адамнан түгі де ұқсамайды. Әр қадаммен есеппен басып, әр сөзін ойланып барып айтатын кісі сияқты деп ойлады Ғайни. Бірақ оның бұл мінезін дереу ақтап алғысы келгендей. Жылдар бойы жалғыздық та оңай деймісің? Жалғыз адамды тек өзіне ғана сенетін, өзіне ғана сүйенетін етіп қалыптастырады ғой деп толғанды. Айбар жуынып шайынып кофесін дайындағанша мына жарқырап жатқан аулада қан тарқарып жүре тұрайын деп ойлады да екі қолын айқастырып ерсілі-қарсылы ілбей басып жүріп кетті. Кенет шатыр жақтан көгершіндердің гуілдегенін естіп сол жаққа қараса, шатырдың орта шенінде кішкентай есіктің алдында жап-жалпақ тақтаның үстінде бір топ ақ көгершін гуілдеп отыр екен. Өздері өте әдемі. Ғайнидың осы уақытқа дейін көріп жүрген көгершіндеріне мүлдем өзгеше, сұлу, сымбатты. Көгершіндер отырған тақтаға дейін тік жүріп көтеріліп баспалдақ орнатылыпты. Құстарға жем беру үшін осымен көтеріледі-ау. Айбар кеше бұл көгершіндер туралы айтып үлгермей қалған болуы керек. Әйтпесе мыналармен мақтанбаса болмайды ғой. Сол кездегі оның бар ойы итінде болды ғой. Арыстанның нағыз таза қанды қазақ төбеті екендігін айтып отырып ақырында әлемдегі ең керемет, ең мықты, ең сезімтал, ең төзімді ит қазақ төбеті екендігін жарты сағат бойы жүреді таусабас. Иттің осы тұқымының азайып бара жатқанын айтып терең-терең күрсініп те қойды. Ғайнидың көзі ауданның қарсы бетіне салынған ұзын құрылысқа түсті. Қақпасы сәл ашықтау тұр екен. Әуесқойлық билеп ішіне бас сұғып еді. Оң жағында жиналып отырған алуан түрлі ағаш кесінділерін, ұзын-ұзын жалпақ қарағай қиындыларын, келдектер мен томарларды көрді. Айбар кеше осы құрылысты сарай деп атағанда сарайын естеп таңырқап қалған. Енді бұл сарай ағаш патшалығының сарайы екен ғой деп топшылап тұр. Кіреберістің оң жағында жарық қосқыш бар екен. Қосып қалып еді, сарайдың іші нұрланды да кетті. Жан-жақтан төгілген аппақ нұр сұр түстес, көз жанарына жұмсақ тиетін, сонша ешқандай қарықтырмайды. Сарайға шойын батареялар қойылып, жылу жүйесі де тартылыпты. Соның біріне жаңадан иіліп, екі басын қосақтап тастаған доға сүйеулі, сірә ұста таяуды ғана жасап, кептіруге қойған болуы керек. Доғаның ағаш оқтаудай жұп-жұмыр теп-тегіс, төбесінен жалт-жұлт еткен аппақ шығыршық салбырап тұр. Анау бұрышта үлкенді-кішілі
арба дөңгелектері де дап-дайын күйінде тізіліп қалыпты. «Ғайни» деген Айбардың даусы естілді. «Мен мұндамын». Сарайға кіргенде Айбардың екі езуі құлағында. «О, журналист қыз мына жаққа кіріп кетіпті ғой. Не деген ізденімпаз. Иә, өзің туралы жазбасыма қоймадың. Жақсы тақырып болды» деп Ғайни екі бетінің ұшына қан ойнап. «Мен сені мына ауылда қалай жалғызсырамай жүр десем, ермегің көп екен ғой. Сен мұны ермек деме, сен мұны еңбек де. Мен жалғызсырау, жалығу дегенді ұқпаймын. Тіпті танауыма су жетпей, етегіме сүрініп жүрмін. Кейбір істерді қатарынан тындырам. Мысалы, анау доға кеуіп қалғанша, мынау арбаның төсағашын жанып тастамақпын. Үйге жүр, дастархан дайын. Бұлар сарайдан шығып үйге қарай беттей бергенде алып арыстан орнынан тұрып, құйрығын бұлғаңдатып, арсалаң қақты да иесінің басынан бір-ақ секірді. Алдыңғы екі аяғын Айбардың екі иығына қойып, тік тұра қалғанда ерекше зорлығы тіптен білінеді екен. Иесінен әлдеқайда биік. Арыстан Айбардың бетінен жалап-жалап алды да денесін босатып алып, сілкініп алғанда желке жүндері жалбырап арыстаннан айнымай қалды. Кофелерін ішіп болған соң Айбар өз бөлмесіне барып, сурет альбомын алып келді. Ғайни оған: «Осы сен Бақытгүл марқұм туралы ештеңе айтпадың ғой, өзің туралы да жақ ашпайсың» деп бірнеше рет сыр тартқан болатын. Айбар болса, сол сауал қойылған сайын оның айтатын несі бар деп тез тайқып кетумен жүрді. Өйткені өзінің ең бір сүйіктісі болған, жаны мен жүрегін айналып кеткен, барша бақыты мен әппақ арманына түспеген аяулы ару туралы әңгіме айту бұл үшін қияметтің қияметі еді. Бақытгүл иіс тиіп қайтыс болыпты деген хабарды естігенде аспан айырылып, жер жарылып кеткендей болып еді. Бұл хабарды тым кеш естіп, ауылына арнайы барғанда бұған қаралы хабарды дер кезінде жеткізбеген үшін жақын жолдас жораларының бәрінің бетіне түкірген. Бақытгүлінің басына барып, қабырын құшақтап еңіреп жылап қайтқанда: «Сен өлген жоқсың, сен өлмейсің, сен менің жүрегімде мәңгі өмір сүресің» деп қайта-қайта айғайлай берген. Достары қабір үстінен зорға тұрғызып, жасын сүртіп, үсті-басын қаққылап әуре болып қалып еді. Сонда бет-аузы алау-далау болып, достарын демеуімен үйге кіргенде мұның қарт әке-шешесі мен ағалары, тіпті қарындастары мен жеңгелері де бұған түк аяушылық білдірген жоқ. Бұл арақ ішпеуші еді ғой, ішіп алған ба өзі деп алая қарады әкесі. Жанындағы жігіттер Бақытгүлдің басына барып қайтқандарын айтқанда үлкен ағасының ашуланған-ай: «Ой, ел жұртқа күлкі болып осынша еңіреген несі? Бір жаман қыз өлді деп бүкіл ауылды дүрліктірген несі? Ой, ынжық» деді ол, жер-көкке симай ала сатып жүріп. Осы сәттен бастап Айбардың ойы мүлдем бұзылды. Өзінің жүрегі ешкімнің түсінбейтінін, адамдардың бәрінің санасында махаббат деген асыл сезімнің сызылып қалғанын, олар жеке бастың қамы үшін ғана өмір сүріп жүргенін, сондықтан да бірімен бірі таза көңілмен сыйласа да, ұғыныса да алмайтындығын түптеп түсінгендей болды. Әсіресе өзі жақсы көретін қарындасының Бақытгүлден 100 есе артық қыздар толып жүр ғой дегені жанына қатты батты. Кіші ағасы төмен қарап отырып: «Сол қыз әліне қарамай 2 жыл қатарынан Казгуге барып оқуға түсе алмай қайтты ғой» деп күңкілдеді. Жақын достары да мұның өртеніп бара жатқан жан дүниесіне сәлде болса су себерлік әрекетке ыңғайланбады. Айбар сол жолы 2-3 күн ғана үйіне түнеп, қалаға қайтып кетті. Келесі жылы аяқталғалы тұрған оқуын да оқығысы келмеді. Студент жолдастарына да жоламады. Өзі жақсы көретін бір мүсінші бар болатын. Соған бар шындығын айтып, мұңын шағып еді. Ол кісі ұзақ ойланып отырып: «Қатты соққы алған екенсің, бауырым. Өзіңді өзің жей берме, еңсеңді көтер, еркек бол» деді де мынандай ақыл айтты: «Мен үлкен мүсін жасап жатырмын. Сен маған көмекші бол. Оны шеберханада жұмыс істейсің. Жалақысында баспанаң да болады. Сен маған ұнайсың. Мүсіншілік қабілетің бар. Ең бастысы арақ ішпейсің, бұзақылық жасамайсың. Оның үстіне еңбекқорсың. Құдай қосса, көп ұзамай Мәдениет министрлігінің жатақханасынан бір бөлме алып беремін. Әзірше осы шеберханада тұра бересің». Өзінің бар мақсат мүддесінің бастамасындай болып естілген бұл жұмыс бойындағы бар құлшынысымен кірісті. Күн өткен сайын мүсінші ағасының мейірім төгілген үстіне төгілгені соншалық, қазақтан шыққан ұлы мүсінші сен боласың деп айналып кеп арқасынан қағатын болды. Бірақ бір көңіліне келетіні, мүсінші ағасы кейбір кешкілік уақыттарда аяқ астынан құбылып, мұны өзінің немере інісі
жылпос жігіттің қасына қосып жібереді. Әлгі жігіт ыржың-қыржың күлкі: ағамыздың күйті келіп тұр екен, ой, нағыз сабаз ғой бұл кісі деп Айбарды өз үйіне апарып қондыратын. Мүлде кісі киік болып кеткен Айбар бұл сөздердің астарын үңіліп қарамайды. Ағаның бір шаруасы болған шығар деп ойлайтын да қоятын. Сөйтсе, бір күні жап-жас келіншек келді. Айбардың таң қалғаны мұның Бақытгүлінен бір аумайды-ау, бір аумайды. Сәлемдескен соң, ағаңыз қайда, осында боламын деп еді ғой деді. Мұның тілі байланып қалғандай, сәлден кейін есін жинап алғандай болып. Келуі керек. Келеді, отырыңыз деді. Бақытгүл ұқсайтын келіншекке орындық ұсынды. Рахмет деді келіншек. Өзіне сұқтана қараған жауһардай көздерінен жүрегі шымырлап, зыр жүгіріп есі шығып кеткендей болды. Өзіңізде отырсаңызшы деп, бұл да бір орындық алып келіп қарсы алдына жайғаса қалды. Тым елгезек екенсіз деді келіншек езу тарта күліп. Бұл басын изегендей болды. Келіншекке тіктеп қарайын десе, батылы бармайтындай. Төмен қарап отыру әдетіңіз бе деген сөзін естігенде ар намысы лап ете түскендей болды. Ешқашан төмен қарап көрген жоқпын, апай деді. Еңсесін тез-тез көтеріп алды. Осы сәтте ғана екеуінің көзі түйісіп, келіншектің көзінде терең мұң бар екен бірден ұқты. Ол да мен түсінгендей, ішкі әлеміне терең үңілгендей болып, кірпік қақпастан қадала қалды. Аздан соң көзін тайдырып, саусақтарын сыналап отырып, мен сіз туралы білем, ағаңыз айтқан, сіздің атыңыз Айбар ғой деді. Иә деді бұл тағы да басын изеп. Келіншек кіп-кішкентай әдемі сөмкесінен сигарет алып, онысын алтындай жарқылдаған газоттықпен тұтатты. Міне, Айбардың бүкіл болашағынан бастамасы осы сәтке дейін-ақ тұтқиыл өзгерістерге түскен болу керек. Бұлардың мәңгі ұмытылмас әңгімелері былай өрбіді. Темекісін тұтатып алған соң аяғын айқастырып шалқая отырған келіншек. Өзіңіз темекі тартпайсыз ғой деймін, күл салатын бірдеңе бар ма деді. Әуре болмаңыз, міне тұр екен ғой деп жігіттің су ішіп жүрген үлкен бокалына күл түсірді. Тұтқиыл ойланып кеткен болып аз отырды да, сіз маған шын ұнап қалдыңыз, ерекше адамсыз, көздеріңізде бір ғажайып нұр бар. Мен актрисамын ғой, бірнеше киноға түскенмін, адамның барлық қасиеті мен кемшілігін бірден танып тұрамын деді. Ой, рахмет апай. Рахмет айтпай-ақ қойыңыз. Менің сіз деп отырғаным жараспас. Сен 20-дан жаңа асқан жігіт емессің бе деді келіншек тым әдемі жымиып. Ал мен сенен сәл ғана үлкенмін. 2-3 жас, мүмкін құрдас та шығармыз. Нешедесің? 22. Әне, анық айтыппын, мен 24-темін. Сіздің атыңыз кім? Тамара. Тамара? Қызық. Несі қызық? Қазақша емес. Менің анам татарка, әкем қазақ. Бірақ біреулер сияқты шала қазақ емес, таза қазақпыз. Шешем де татаркамын демейді, қазақ жолын ұстанады. Сөйлегенде әй қазақтың қатындары айдалада қалып қояды деді. Тамара алақанын сарт еткізіп соғып жіберді. Сіз актрисамын дедіңіз. Тоқтай қол. Мен актриса болғанда орыстың да, ұйғырдың да, қазақтың да театрларында ойнағам жоқ. Так что, ал сен мүсіншісің. Тамараның мынандай сөздеріне рахаттанып, жаны жадырай бастаған Айбар Тамараның бет-жүзін бағамдап отыр. Алғашқы сәтте Бақытгүліне ұқсайтын сияқты болып көрінген осы келіншек мүлдем басқа адамға айналып бара жатқандай. Ол ұзын сигаретін әлі тартып отыр. Еркін, көңілді, темекінің түтінін әлдебір тылсым иіс тартатындай. Кешіріңіз, сіздің күйеуіңіз бар ма деді Айбар оған қарай емірене түсіп. Күйеу, сіз білмейсіз бе деп қап-қара киген көзін аударып төңкеріп қарады Тамара. Қайдан білейін, айтқан жоқ па кім? Анау ағаң. Еклу. Тамараның телефоны сұңқылдай жөнелді. Келіншек жалпақ смартфонын көтеріп, арғы жақтағы адамға бопты, майлы деді де, ағаң келе алмаймын деді. Келмесе, келмағыр, екеуміз бармыз деп орнынан тұрып кетті. Тұра сала сол қолын мықынына қойып, оң қолын көкке көтеріп билей жөнелді. Саусақтарын сыртылдатып, өкшесін тарсылдатып алды да, жан, сен бір арман, өтелеу жалған деп әндете жөнелді. Айбар аң-таң болып отыр. Тамараның биі де, даусы да, әлі сөздері де бойын балқытқандай. Өзі тым әдемі екен деді ішінен. Кенет сұлу келіншек қалып тұра қалды да, сен мынандай әңгімені білесің бе деп күлімсірей қарады. Қазақ жігіті мен татар қызы туралы. Бір қазақ байының баласына татар көпесінің қызы ғашық болыпты. Жастардың бір шулы басқосуында татар қызы гармонын алып әлгі жігітке былай жырлапты.
Айқап жібер, шайқап жібер қазақ байдың қамшысын, қызыл шарап құйып берсем, қалдырмай іш тамшысын. Сонда қазақ жігіті табан астында былай деп жауап беріпті: айқап жібер, шайқап жібер татар пютай бақшасын. Сеңдей қызды сүйіп құшу көптен бергі мақсатым. Міне көрдің бе қалай? Сонсоң не болыпты? Не болғанын өзің де біліп отырсың ғой. Мына мүсінші ағаң маған жабысып алған, бірақ соңғы кезде өзін онша жаратпай жүрмін деді де жігіттің арт жағынан келіп иығынан құшақтады. Айбардың бүкіл өне бойы балбырап, не боп бара жатқанын өзі де сезе алмай отырды. Дәл сол сәтте есіктің сырт етіп ашылғаны кіріп келген мүсіншінің өзі екен. Екі көзі атыздай болған сәл тұрды да тез-тез басып келіп Тамараны жұлқи жетелеп сыртқа қарай беттеді. Айбар өң мен түстің арасында отырғандай болып мелшиді де қалды. Мүсінші ағасы да көп ұзамай қайтып оралды. Бетінде ашу-ызаның белгісі жоқ. Ана қатын саған не деп тұр еді? Тіпті өзіңе асылып алыпты ғой. Неге өйткенін білмеймін. Билеп алды да татар қызы мен қазақ жігітінің өлеңмен жырласқанын айтты. Айқап жібер, шайқап жібер деп басталатын. Ол бәле қатын, енді қасына жолаушы болма, жабысып алады, алдабай ертеңге дейін деді де шығып кетті. Ағасы Тамараны жамандап кетсе де, Айбар түн ортасы ауғанша соны ойлаумен болды. Қандай сұлу, қандай сымбатты, өзі Бақытгүлден аумайды. Қалай бұзылып кетті екен? Мүмкін емес қой. Әлде бұл да біреуден алданып оқып жеп, ақырында жаман жолға түсіп бұзылып кеткен кейбір қыздар сияқты өкініштің уын ішіп жүр ме екен? Мұның ендігі өмірі не болады? Өстіп көрінгенмен қадырып жүре бере ме? Күні ертең-ақ бетінен әр тайып, мүсінді мүшесі бұзылып, ешкімге керек болмай қалады ғой байғұс. Тамара сол кеткеннен оралған жоқ. Сірә мүсінші ағасы сүйреп алып шыққан соң мүлдем келмейтіндей етіп қуып жіберген болуы керек. Алайда сол келіншек Айбардың есінен шықпай, ұйықтайын десе төсекке жантая қалса болды, көз алдына елестеп, алуан түрлі құбылып жүрегін сыздата беретін болды. Ғайни сияқты өзінің қыр соңынан қалмай жүгірген қыздардың көптігі сонша, тіпті солардан ағыр болатын, қашып жүретін еді студент кезінде. Бақытгүлден басқа қызды ұнатпақ түгілі көп сөйлескісі де келмейтін, тәкаппарлығы да бар сойқан еді-ау сонда. Енді мына бір өмір жолынан адасқан қайдағы бір келіншек ұмыта алмай күн сайын, түн сайын ойлай беретін несі. Сол бір келіншек келіп кеткеннен кейін-ақ мүсінші ағасының да бұдан салғындай түскенін байқады. Бұрынғыдай үстіне түсіп қал жағдайын да сұрамайды, анда-мұнда көп жұмсамайды да. Бұлар биіктігі 5 метрлік алып мүсінді де орнына қондырып тағы бір тапсырысты аяқтап қалған. Осында орналасқанына 1 жылдай уақыт болса да, ағасының алып беремін деген бөлмесі де жоқ. Шеберхананың ішіндегі анау бір қуыста тұра беруден де әбден жалығып бітті. Осы тіршілігім не тіршілік деп ойлады бір күні. Жас адамның өміріне жараса ма осы жүріс? Ешқайда шығып қыдырмаймын да, жаңа жылдаған әке-шешесінің халін білу үшін ауылына барып қайтқаны болмаса, осы қаладан аттап баспапты ғой. Оны қойшы, жап-жас басымен әлдегімнің малайындай болып типе илеп, шапқы шауып, мүсін жасаудың бүкіл бейнетін көтеріп өстіп жүре бере ме? Қой, бұл болмас. Ары ойланып, бері ойланып, осы қалада мүлдем безуге бел байлады. Бұл шалғайдағы аудандағы кеншілер кентіне әкім болып отырған алыс тумағасы бар. Соны есіне түсіріп, бір күні арнайы отырып, өзінің бүгінгі хал жағдайы туралы мәнісі болмай жүргені жөнінде сурет салудан бастап, мүсін жақтауға, ұсталық етуге дейін қабілеті бар екендігін тізе келіп, ендігі жерде өзіне қамқор болуын өтініп жазды. Хаттың соңына қарай арақ ішпейтінін, тіпті темекі де тартпайтынын қосып жіберді. Әйтпесе қазіргі жұрттың бәрі суретшілердің шетінен ішкіш, арақ құмар деп біледі емес пе? Хаттан жауап күтемін деп аяқтап, өзінің мекен жайында қоса жазды. Содан 10-15 күн өтпей-ақ әлгі әкім ағасының өзі шеберханаға келіп тұр. Амандасып, құшақтасып бола салысымен-ақ: ал бауырым, жинал, мен асығыспын, біздің кентке кетеміз деді. Бұл мүсінші ағасымен асығыс қоштасып, қаладан далаға, атақты кеншілер кентіне қарай бет түзеді. Ағайындас ағасының мұны тез алып кеткен себебі, өзі әкім болып отырған кеншілер кентінде жаңадан мәдениет үйі салыныпты. Соның іші сыртын безендіруге суретші таптырмай тұр екен. Іздегенге сұраған дегендей дәл осы сәтке Айбар тап келіпті. Ағасы мұны алып келген соң заңды түрде суретші, безендіруші ретінде жұмысқа орналастырып, сол кезде бос қалған, кейбір үйі жоқтарға пәтер ретінде бөлмелері беріліп жатқан интернаттан 2 бөлмелі тұтас алып беріп жарылқап тастады. Біраз күн өткеннен кейін әкім ағасының өзі келіп,
көлігіне отырғызып алды да ескі ауыл деп аталатын кент шетіндегі құлаған тамдары көп жерге алып келді. Әлі бүлінбеген ескілеу бір тамның алдына тоқтап, міне мынау үй енді сенікі болады, қолыңнан ұсталық та келеді екен, кейін кеңірек уақытта жөндеп аласың, бұл үй басы бүтін сенің атыңа құжатталады, деді. Қатты қуанған Айбар бір-ақ айдың ішінде үйдің іші сыртынан кісі танымастай етіп өзгертіп жібергенін сонша көрген жұрттың бәрі таңдай қағып бастарын шайқасты. Кейіннен ескі тамды құлатып, оның орнына өзінің ойынан шығатындай етіп мына үйді тұрғызған болатын. Айбардың фото альбомын алып келіп, соны Ғайниға көрсетпек болған себебі Бақытгүл мен өзінің әр сәттегі суреттерінен өтіп кеткен дәуренінің бақытты шақтарын байқатпақ. Ең бастысы, Бақытгүлдің бет бейнесін әбден танып алсын деп отыр. Бұлар жарты сағаттай альбом тамашалады. Ғайни марқұм қыздың суреттерін әбден көріп көзі қанған соң, шынында өте сұлу екен деп еріксіз мойындады. Енді сен Бақытгүлдің өзін көргің келеді ме, деді Айбар Ғайниға күле қарап. Ғайни шошып кетті. Қалай, жүр. Айбар әйелді жетектеп бір есіктің алдына апарды. Қалтасынан кілт алып, құлыбын аша бастады. Мынау ғашық қызын өлді деп қойып қамап отырғаннан сау ма деп ойлаған Ғайнидың жүрегі аузына тығылғандай болды. Кір, деді Айбар. Өзі селқос. Ғайни кірер-кірмесін білмей, ішінен дұға оқып сәл тұрды да табалдырықтан аттады. Аттай салысымен-ақ шошыған соншалық жүрегі тоқтап қала жаздады. Жаңа ғана альбомнан көрген жас сұлу бұларға қарай құшағын ашып ұмтылып келе жатыр. Үстінде етегі желбіреген ақ көйлек, бір қолында қызыл гүл, көзі оттай жанды, жүзі шаттыққа толы. Ғайни шыңғырып жіберіп есікке қарай атылды. Ол сол күні ыстығы көтеріп қатты ауырып қалды да тек ертеңінде ғана орнынан тұрып жолға жиналды. Қоштасарда Айбардың бетіне мұңая қарап тұрып, айтшы, көзін қалай жасадың, деп сұрады. Оны сен әлі де білмейтін асыл тастан жасадым, деді Айбар. Ғайни бұл мүсінді тұңғыш рет көрген көрермен өзі ғана екенін білген жоқ. Айбар мен мүсін туралы жазған жоқ, жазбақ түгілі жан баласына жағын ашқан да жоқ.